Сәлем баршаларыңызға. Бүгінгі менің қозғайын деп отқан тақырыбым смайликтер және спецсимволдар. Оларды қай жерде қолданамыз, олар не үшін керек, сол сұраққа жауап беретін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, астындағы подписаться батырмасын басып, біздің каналды қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Мынандай спецсимволдар, смайликтерді, спецсимволдарды қараңыздар. Мына жерде мен бір смайликтер қалай қоямын қазір. Көрдіңіздер, не осындай смайликтерді қалай қоям? Бұлар не үшін керек? Ең біріншіден кез келген әлеуметтік желілерде немесе осындай видео хостингті үлкен сайттарда осындай комментариялар қалдыру үшін немесе Instagram, Facebook, ВКонтакте сияқты өзіңіздегі жарнама жасайтын болсаңыз немесе бір қызықты сообщение біреуге ерекшеленетіндей қалдырып кететіндей сообщение жазатын болсаңыз, бұл смайликтер өте маңызды. Осынысымен адамның көзіне түседі, қызықты болады, қызықты қылып, әдеміліп жазуға мүмкіндік береді. Өздеріңіз байқаған болсаңыздар, бір әлеуметтік желіге кірген кезде немесе бір Инстаграмнан қараған кезде тақырыптарын әдемілеп, немесе біреудің бір комментария қалдырғанын, күліп жатқан смайликтермен жазғанын көрсе, сізге бір әдемі болып көрінеді. Ал жай ғана текстпен жазатын болсаңыз, ол әрине қарапайым болып көрінеді. Сол себептен осы мүмкіндікті қалай пайдаланамыз? Бұл түсінікті деп ойлаймын. Ендеше кеттік, соны көрсетейін. Кез келген, мысалға бір блокнотты алайық. Осы жерде мынандай бір комбинация бар. Альтты басып тұрасыздар, бірден кнопканы басасыздар, жіберіп қаласыздар. Көрдіңіздер, мен қазір сәл үлкейтейін ана. Міне. Альтты басайық, 2-ні басам, жіберіп қалам. Альтты басайық, 8-ді басам, жіберіп қалам. Альтты басайық, 4-ті басайын, жіберіп қалам. Альтты басайық, 9-ді басам, жіберіп қалам. Альтты басайық, 29-ді басам, жіберіп қалам. Міне көрдіңіздер. Осыларды қалай қоямыз? Мысалға, бір YouTube-та бір видеоны алайық. Мысалға мен бір видеомды алайық. Соның астына комментарий қалдырғым келеді бір жерге. Так, оставить комментарий и осы жерге жазасыздар. Міне, Alt 1 жібердім. Alt 2 жібердім. Міне, отправить мезаға бір текст жазасыздар қарай. Сәлем. Дейсті, жібересіз. Міне, мынау сізде ерекшеленетін болады. Енді екінші жолы бар. Бірақ ол Alt-ты көрсете салайын сіздерге. Міне, мына жерде Alt деген кнопканы басасыздар, мына жерде 1. Көрдіңіздер, бірінші клавиатурамен басқан кезде мына жерде numlock деген кнопка тұрады, сол numlockты басып алыңыздар. Мына жерде сізде свет жанады, цифрды қосып алыңыздар. Одан кейін Alt 1 жіберіп қаласыз, Alt 2 жіберіп қаласыз, Alt 3 жіберіп қаласыз. Так, мына жерде барлығын өшіріп тастайсыздар, қайтадан көрсетейін. Міне, Alt басасыз, 1-ді басасыз. Alt басасыз, 2-ді басасыз. Alt басасыз, 54-ді басасыз деген сияқты жіберіп қаласыз. Сол кезде әр символды өзіңіз көріп алатын боласыз. Міне, осындай қызықты нәрселерді қалдыруға болады, немесе осы жерде жазып алып, өзіңізге керек сообщенияларыңызды осыны копировать етіп алып, мына жерге келіп қойсаңыздар, міне, осылай әдемі болып көрінетін болады. Енді сұрақ. Windows-онда қазір мынандай мүмкіндік бар. Енді осыны жазып отырмай комментарияға, енді сіз комбинация арқылы жасайсыз. Мен сізге ол вариантты көрсетейін. Екінші варианты бар. Windows деген кнопканы бар, орысша U немесе нүкте. Сол батырманы басып басаңыздар, міне осындай сізде керемет окошко ашылады, терезе. Осы жерде міне смайликтер бар, осындай каомодзи деген осындай мәзір бар, осының ішінде символдар бар. Міне мына жерде небір символдардың әрқайсысын басып, небір символдарды қолдансаңыздар болады. Немесе смайликтер бар мына жерде. Міне смайликтердің де түрлері көп мына жерде. Қарап отырсаңыздар, машина, кәдімгі обычный өзіңіздің WhatsApp-тағы осындай смайликтердің мүмкіндігі бар. Мысалға, давайте бір нені алайық, бір-екі смайликті, осындай смайликті алайын. Одан кейін давайте бір әр жерден алайық. Дед Морозды алайық. И осы жерге сәлем деп жазайық. И оставить комментарий дейді. Енді обновить етіп жіберем мына жерде. Көрдіңіздер, мынандай ерекшеленіп, сіздің смайлигіңіз көрініп тұр. Міне, если бір кез келген видеоға көретін болсаңыз, давайте мынандай бір кез келген бір видеоға кірейік. Соның астында комментарияларды көрейік. Міне, мына жерде көрдіңіздер, біреулер қолданған осындай смайликтерді. Сондықтан бұл қазір комментарий бойынша екінші орында тұр. Қалғандардың көбісін қарасаңыздар, қарапайым арасында осындай нелерді қолданып жатқан
қолданушылар бар. Міне осындай мүмкіндікті пайдаланыңыздар. Кез келген мысалға бір әлеуметтік желіде, Фейсбукта, Инстаграмда жарнама жасайтын маман болсаңыз, немесе бір қызықты етіп өзіңіздің комментарияңызды ерекшеленіп біреуге көрсететін болсаңыз, міне осындай мүмкіндіктерді қолдаңыз. Продвижение жасайтын, ілгерілейтін сіздің өзіңіздің каналыңызды, немесе өзіңіздің компанияңыздың, өзіңіздің брендіңізді жасайтын болсаңыз, осы мүмкіндікті қолдансаңыз, сізді бірде-бір инструменттердің бірі сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бірақ енді бұны жаңа комбинацияны көрсете салайын. Так, мынаның бәрін алып тастайын. Жаңағы суретті қалай шығарды? Мына жерде көрсете салайын. Жаңа Windows деген кнопканы бастым. Одан кейін мынау U деген бар, немесе нүкте. Осыны басып бір жіберіп басаңыздар, мынандай қараңыздар. Мына жерге поискке барайын. Windows'ты басам да, U-ды басып жіберіп басам, міне мынандай менде осындай не шығады. Кез келген комментарияға да, кез келген мәтіндік редакторлерде жазсаңыздар болады. Бірақ Word'та бұл Word'ты ашайын. Word'та бұл мүмкіндікті қолдануға болады, бірақ мынандай болады, қараңыздар. U-ды басам, и мысалға мен осындай 5-6 нәрсені жазсаңыздар, төбеде міне жазылып жатыр, көрдіңіздер, иероглиф болып оқымайды. Жіберіп басам, міне осындай болады. Мына жерге көрінбейді, бірақ бұны копировать етіп алып, мынандай комментарияға барып қойсаңыздар, әрине бұл көрінеді. Өзіңізге жалпы Word'қа сақтап қойсаңыздар болады, немесе мынандай блокнотта сақтап қойсаңыздар, олар әрине көрінетін болады. Бірақ Word'та спецсимволдарды қалай табамыз? Оны вставканың ішіне баратын болсаңыздар, мына жерде вставканың ішінде символ деген бар. Символ, другие символы деген бар. Сосын мына жерде міндетті түрде үлкейтіп алыңыздар. Көрдіңіздер. Осы жерде денежный, дополнительный, арабский деген сияқты әрқайсысын басаңыздар. Бұл жерде де Word'тың өзінде не бір символдар бар. Ал смайликтерді бұл жерде Word'та дұрыс қолданбаған сондай бір минустар бар. Бірақ жаңағындай форматта қолданып көрсеңіздер болады. Жалпы көрсетейін дегенім осы, ерекшеленіңіздер, оқыңыздар, ізденіңіздер. Ең бастысы біздің каналымызда жазылып, бізбен бірге болыңыздар, қызықты осындай контенттер жіберіп болмаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау, саламатта болайық.